Ертеңіне алып алмағаштың түбінен бөктерге қарай өтіп бара жатқанымызда қарағаншық көзімізге оттай басылып ұшырай кетті. Алма жеп жүр екен. Іші салбырап біртүрлі аянышты бүрсектейді. «Өй, әнін қараңдар қарағаншықты!» «Ой, байғұс-ай, тірі екен-ау! Көкнай, кә!» Бұл жолдағысынша әуені иіскеп, құйрығын бұлаңдатқан жоқ. Тістерін ақситып, сақ-сақ еткізіп, ырылдап қойды. Ашулы тәрізді. «Байғұс, ауру болу керек бүрсектеуін. Жоқ, көрмейсіңдер ме қарын, емшектердің салақтауын. Осы дәуде болса күшік деген сияқты». «Рас, күшік деген! Ура, қарағаншық күшіктепті! Биылғы күшігінің біреуін біз аламыз! Ура!» Онан соң бәріміз жерге шөке түсіп отыра қап, дендерімізді ішке тартып тың-тыңдай бастадық. Үңгір жақтан жас күшіктердің әлсіз ғана шиық-шиық қыңсылағандары естілді. Сол арада дереу үйден қалтамызға салып шыққан азын-аулақ нандарымызды жинап, қарағаншыққа